Ассалаумағалейкум ағайын. АСП-да әлі проблемалар бар көрінеді, керек емес құжаттар сұрататын көрінеді. Бұл орайда жұмыспен қамту орталығы болсын, әкімшіліктің болсын, жалпы осы атаулы әлеуметтік көмекке жәрдемақыны беру үшін тағайындау үшін өтініш қабылдау кезінде артық құжаттарды сұрату заңсыз болып табылады. Егер де сіздерге артық құжат сұратып жатса, яғни жеке куәліктен өзге бірдемені сұрататын болса, скрашиватель, файл, анау, тіпті анықтама, алимент туралы анықтама деп сұрататын болса, онда ол сұратқанын растап, өзі сұратып отырғанын растап, жазбаша құжат бергенін талап етіңіздер. Егер талап еткенге келіспесе, ауызша айтқанға, онда видеоға түсіріңіздер. Жалпы дәлелдеуге тырысыңыздар. Болмаса, онда олардың әрекеттері бойынша шағым жазу керек. Қазір біздің қуанышымызға орай әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қабылданды. Соның негізінде солардың әрқайсының, әр қызметкердің үстінен шағым жазуға болады. Шағымды бірден Қызылорда облысының әкімінің үстінен, немесе әкіміне, немесе жергілікті атқарушы органның әкімдігіне, ол қазір мысалы үшін аудан әкімдіктері, қала әкімдіктері, облыс әкімдіктері, осыларға бірден тікелей жазуға болады. Одан бөлек министрлік бар, еңбек министрлігі әлеуметтік қамсыздандыруға байланысты жұмыстар жүргізетін, сондықтан соларға жазуға болады. Біздер алла жазса, мына мейрамнан кейін сондай шағымның жобасын дайындаймыз. Егер де сізге әлдекім жұмыспен қамту орталығында қызметкерлер керек емес, заңда көзделмеген құжаттар сұрататын болса, бірден дереу сондай шағым жазып тастау керек. Бастысы, бірақ олардан сұраңыздар, видеоға түсіріңіздер, қандай құқықтық нормамен негіздейтін. Сөйтіп, содан кейін тастаймыз. Мысалы үшін, егер сізден әлдекім алимент туралы анықтама сұраса, онда сразу олардың әрекетіне байланысты жаңағы айтып отқан жаңадан қабылданған әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің шеңберінде арыз жазамыз. Мен ондай арыздың жобасын дайындаймын, біздің инстаграмға саламын. Дайын болыңыздар, мейрамнан кейін салам деп отырмын. Қазір менде іссапарлар болады, өзге қалаларға кетемін, Шымкентте боламын, одан кейін алла жазса Оралда боламын, сосын Қызылордаға барып қалуым мүмкін. Осы аралықта мен қолым тимейді, сол себепті мейрамнан кейін қалай қолым тиеді, сондай арыздың жобасын дайындап, инстаграмға, фейсбукқа саламыз, біздің әлеуметтік желілерге көшіріп аласыңдар, толтырасыңдар, тапсырасыңдар. Егер қиындық туындырса, біз тапсырып береміз, біз тапсырсақ оны ақы аламыз бірақ. Ал енді одан бөлек сіздерге егов порталы арқылы өздеріңізде тапсырсаңыздар болады. Біздер қазір сол егов порталы арқылы тапсыруға жұмыстарды ұйымдастырып жатырмыз. Біз оны тапсыруға бізге кадр ресурсы жетіспей тұр. Сол мәселені шешіп алғаннан кейін біз оны да ұйымдастырамыз. Бірақ егер де мүмкіндіктеріңіз болатын болса, электрондық егов порталы арқылы, жаңа электрондық үкімет арқылы өздеріңізде тапсырсаңыздар да болады. Сонымен ағайын, жаңағындай артық құжат сұрататын болса, АСП бойынша бірден шағым жазасыздар. Шағымның үлгісін біз дайындап береміз, қайда қалай тапсыру керек екенін қосымша айтамыз. Оны да жаңа айтып өттім. Видеоны қараңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар. Жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері, жалпы атаулы әлеуметтік көмекке жәрдемақыны өтініштер қабылдайтын тұлғалар, естеріңізде болсын. Сіздер өздеріңіз осы саладағы заңға қараңыздар, ұмытпасам 320 бұйрықта тұр. Сіздер ешқандай құжат сұратуға құқықтарың жоқ. Соны естеріңізде ұстаңдар. Сосын сіздер азаматтық қызметкерсіңдер, мемлекет қызметкерсіңдер. Сіздер заң нормасын бізден жақсы білулерің керек, бізден жақсы орындауларың керек. Сосын сендер халықтың құлысыңдар, соны естеріңде ұстаңдар. Ағайын, осыны видеоны көпшілікке таратайық. Алла жазса, шағымның үлгісін күтіңдер.